你好。客人跟你打招呼呢，说一下，驻留一下。 Стоп. Қазір көпшілігі Кюброға не болған? Қуып кетті ау шамасы деп отырған шығар. Бірақ шын жүзінде не болғанын тек осы видеоны толық көріп қана біле аласыздар. Сондықтан бастайық. Бәрі мені Honor компаниясы Қытай еліне шақыруынан басталды. Мен болсам түнде чемоданымды жинап, такси шақырып аэропортқа аттандым. Ал қазір Қытай авиалиниясының ұшақтағы тағамына кішкентай шолу. Қораптың ішінде домалақ Қытай тоқаш, Қытай салфетка және метис қасық. Неге метис? Өйткені әкесі шанышқы, анасы қасық болған сияқты. Және Қытай лапшасы деп ойлайсыз ғой. Жоқ, бұл лағманға ұқсас бірдеңе. Ас болсын Кюбро. Айтпақшы, бұл влогта 3 сөзді жасырамын. Кез келген рандом жерде видео барысында экранда көрсетіледі. Кім үшеуінде тауып, дұрыс комментарияға бірінші болып жазады, 1000 алмаз жіберетін боламын. Сәттілік. Сөйтіп, Сиянь әуежайына аман-есен жетіп, тобымызбен трансферге отырып, отельге айдадық. Алматыдан Сияньға келіп, бізді қарсы алды бір жекичандар Қытайдан. Ары қарай отельге барамыз, 1 сағаттық жол дейді. Сондықтан көрейік. Қаланың дәл ортасында Grand Meli отеліне келіп қоныстанды. Рум-тур жасап тастайық. Мұнда кіреберісте біз жалпы комнатаның бүкіл шамы мен комнатаны жинап, тіптен чекаут жасағанды белгілеуге де болады. Дәрет бөлмесі шынымен жабылған. Дәретхана ортасында тіптен есі бар. Жүзе қаптың ғой. Музыканың дауысын көбейтіп азайту, косметикалық қайна, жеке пайдалану заттары. Ең қызығы, сіздер ванныйдан жататын бөлмеге шыныдан бәрін көре аласыздар. Бұл не пульт? Ага, мына жерге жатып алып, теледидар көруге болатын шкаф, үтік, сейф, халат, тәпішке, противогаз, су, шай, шайнек, мини-бардың холодильнигі, комната кең, үлкен, жарық, әдемі, кондиционердің реттеуіш пульті, будильник, айна, шам, диван, үстел, офистік столды көре аламыз, теледидар, әр комнатаның өзінің террасасы бар екен. Меніңше бәрі айбат, бәрі тамаша. Отель маған ұнады. Және достар, отельге кірмей жатып, бұл сапарға бізді шақырған Honor компаниясы болғандықтан өздерінің қонақтарына алғашқы сыйлықтарын табыстауда бірге көрейік достар. Распаковка чек. Бұл бізде термокружка болуы тиіс. Дәл өзі осындай әдемі. Мына пакетте не бар екенін көрейік. Honor компаниясының былғардан жасалған дорбаны көреміз. Әдемі. Honor таң қалдырмай қоймайды. Содан Honor адамдары барлығымызды жинап Қытай ресторанына апарды. Ол жер өте колоритті, әрі Қытай мәдениетіне тән әдемі демалыс орны екен. Ал тағамдары көпшілік енді Қытай асханасына сай ащы болып келсе де дәмді болды. Тіптен кейбір тағамдарын мен алғашқы рет жеп көрген екен. Жалпы айтқанда, қарнымызды толтырып алып, мәз-майрам болып, әрі қарай Сиянь қаласының басты тарихи орындарының бірі Городская стена, яғни ежелгі қалалық қорғанын тамашалауға шақырды. Бұл қабырға 600 жыл бұрын Мин династиясы кезінде қаланып, биіктігі 12 метр, ені 15 метрдей, ал басты қабырға ұзындығы 13-7 километрді құрайды. Қазір бұл жер тек туристерге арналған аймақ болып қана қалды, әсіресе көпшілігі қорған үстінен түнде ашылған қала көрінісін көруге ұмтылады. Ал енді келесі күні Сиянь қаласына сапарымның басты миссиясы болмақ. Ол Honor'дың ресми штаб-квартирасы мен супер копиялы жабық зертханасына кіріп кету.
ойын әрине достар, бірақ та шынымен де бұл Honor'дың лабораториясы болып келеді. Нақты айтқанда бұнда Honor'дың сурет әсерін бағалау зертханасы орналасқан. Демек Honor'дың смартфондары фотоны неге жақсы түсіреді деп ойласаңыздар, Honor'дың оған арнайы бөлек зертханасы бар достар. Бірақ өкінішке орай кіреберісте біздің смартфондарымызды, жалпы видео, фото камераларды бәрін тастап кетуге тура келді. Өйткені шынымен де бұнда фото және видео съемка жасау болмайды екен. Бірақ та мен сіздерге Honor'дың лабораториясы мен басқа да өндірісі және зертханалары туралы арнайы бөлек видео шығаратын боламын. Сонда бәрін көрсетіп толықтай тоқталамын. Одан кейін біз Honor'дың ресми өкілдерімен кездесу өткізіп, жан-жақтан жиналған бұқаралық ақпарат журналистері мен блогерлері сұрақтарын қойып, пайдалы конференция өткізген болатын. Ал мен үшін Сиан қаласындағы ең еске қалар кеш осы жер болмақ. Неге дейсіздер ғой? Өйткені біріншіден бұл театралды мейрамхана болып келеді, және бұнда қонақтар Қытайдың дәстүрлі киімдерін киіп, Қытай елінің тағамын татып қана емес, сонымен қатар мәдениеті мен болмысына барынша жақын болу мүмкіндігін береді. О, смотрите, как красиво. Ома дейді ғой, әрі қарай біз не істедік? Әрі қарай біз Сиань қаласының танымал неспящая улица, яғни ұйықтамайтын көше. Иә, бұл көше шынымен де қазір өздеріңіз көріп таң қаласыздар, онда не бар екен. Here comes a new challenger. Что за лес? Round one. You're ready? I'm ready. Поугарать сейчас, подожди. Реакция. Егер кейбір қол кетті деп ойласаңыздар, жоқ достар, бұл кричащий фонтан, яғни қатты айғайласаң ғана жоғары атқылап жұмыс жасайды бұл фонтан. Егер сіздерде қиын күн болса, осы фонтанға келіп кішкене айғайлап өзіңізді босатып дегендей кетуге болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Затрал же. Один раз думать, Ал енді Қытайдың ең ежелгі әрі бүкіл әлем мектеп оқулығынан бастап білетін әйгілі тарихи археологиялық қазба мұрағаты, ол әрине терракотовая армия, яғни Цинь императоры мен оның 8000-нан астам қыштан жасалған әскері. Ешқашан оларды тірідей көремін деп ойлаған емеспін. Кирилл, как ваши ощущения? Как вообще в целом? Очень круто. Было бы меньше людей, было бы еще круче.
То есть ты социофоб 80 лет, как? Нет, они просто мешают смотреть. Содан кейін бізді бір муслим таун дейді ғой, иә, мұсылмандар бір аймағына дейді ғой, территориясына апарды. Ол шынымен де өте сондай өмір жанып тұрған және де сондай колоритті көше болды. Яғни бүкіл жерде тамақтың иісі, және де сол аймақта біз біріншіден драм таурға бардық, яғни барабанная башня деп аталады. Одан кейін дәл ортасында орналасқан жалпы Қытайдың ең ежелгі қай жыл салынған нақты информация жоқ. Википедия 14 ғасыр дейді, біреулер 8-9 ғасыр дейді вообще. Сондықтан жалпы қашан салынған белгісіз. Өте ескі мешітті тауып, сонда барып таң қалған болды. Под такую грустную музыку Я вышел провожаю нашего робота. Сөйтіп біздің Сиань қаласындағы сапарымыз аяқталды. Соңғы күні кешке Неспящий улицаға шығып, осы қалада болған бүкіл қызықтар әдемі поющий фонтанмен аяқталды. Шынымен де грандиозды сондай световой шоу ретінде болды, және фонтандар түрлі түспен жанып дегендей. Шынымен де ол көше ұйықтамайтын, ұйқысы жоқ адамдарға арналған көше. Және достар, осымен іс сапарымның бірінші бөлімін аяқтаймын. Өйткені әрі қарай біз Сиань қаласы тарихи қаласы болса, тарихи мәдениет орталығы болса, онда біз келесі қалаға, яғни Шэньчжэнь экономикалық, финанстық және нарықтық жалпы жаңа технологиялар және де көптеген компаниялар орналасқан қалаға бет бұрдық. Оны достар, Қытай туралы екінші бөлімін деп көресіздер. Сондықтан достар, барлықтарыңызға сәттілік, ал мен болсам Шэньчжэнь қаласында болған қызықтарды келесі видеода дайындай берейін. Ни хао, бролар.